Біздің Қазақстан Республикамызда қалталарыңыздан 1 грамм есірткі табылса, немесе тасымалдап жөнелсеңіздер, 7 жылдан өмір бақи бас бостандығынан айырыласыздар, яғни граммына байланысты. Егер есірткіні насихаттап жарнамаласаңыздар, ол 3 жылдан 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Көбінесе біздің жастарымыз биыл біздің Жетісу облысында есірткі қылмысына байланысты 53 есірткі құқық бұзушылық тіркелді. 53 килограммнан артық әртүрлі есірткі тәркіленді. Көбінесе біздің жастарымыз, осы 16 жас пен 20-30 жас аралығындағы жастар оңай ақша табамыз деп, осындай қылмыстық әрекеттерге барып жатыр. Поднимите руки тех, кто считает себя успешным и самодостаточным человеком. Большинство, да? А теперь поднимите руки те, кто считает, что в жизни у него все, что есть, этого мало и хочется чего-то больше, чего ты не знаешь сейчас. Пока мы что-то имеем, достойное, хорошее, важное, ценное в своей жизни, многие этого не видят, не замечают и не ценят. Мне нужен помощник. Пожалуйста, кто-нибудь видите?